Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Неке тағы да осындай қалған маталар бар үйде, солардан осындай фартук тіккелі жатырмын. 4-5 жастағы балаға арналған фартук. Осы екі түстен жасаймын. Мынандай гүлді, сосын однотонный розовый матадан жасаймын. Екеуін комбинировать етіп, ішкі жағына қаратамыз. Екі қабатталған мата. Үстіңгі жағынан бастап өлшейік. Астыңғы жағында мынандай кромкасы бар. Оны қиып алып тастаймыз. Бізге ұзындығы 45 см, ені 22 см мата керек болады. Артық жерін осылай қиып алып тастаймыз. Қырық 25-22 болу үшін енді 22 см енін осылай белгілеп алып, артық жерін қиып тастаймыз. Енді жоғарғы жағынан 8,5 см белгілеп аламыз. Жанынан 18,5 см белгілеп аламыз. Осы екі нүктені қосамыз. Қиғашынан домалақтап, осылай сызып дайындап аламыз. Осы жерді қиямыз. Мінекей, жалпы фартугымызды қиып алдық. Енді осындай ұзынша келген біркелкі матамызды қиып аламыз. Шетіне фартуктан тіккенге және де астына рюша тіккенге осындай матадан дайындаймыз. Бізге алдымен 4 см ені, 150 см ұзындығы 2 штук және де 8-де 150 1 штук осындай ұзынша келген бөлшекті қиып аламыз. Фартуктың төменгі жағы осындай 4 бұрышты болса болады, немесе дөңгелетіп қисаңыз болады. Рюшаға дөңгелек болған әдемі болады, сондықтан осылай көз мөлшермен бұрышын қиып жатырмын. Енді әзірше фартукты қоя тұрамыз. Рюшасын тігіп аламыз. Рюшаның астыңғы бөлігін жіңішке етіп, екі қайтара осылай тігіп шығамыз.
екі шет жағында осылай қайырып тігіп жіберіңіз. Егер сізде оверлок болса, оверлок немесе зигзаг жасасаңыз да болады. Бұл жерде оверлок қолданбағандықтан осылай екіге бүгіп тігіп жатырмын. Енді тігін машинамыздың қадамын, шаг дейді ғой, соны 5-ке қоямыз, ең үлкеніне. Одан кейін осылай шетінен тігіп шығамыз бір қайтара. Бір қайтара тіккен соң, екінші қайтара тігеміз, жіптерін қимаймыз, кішкене ұзынша етіп қалдырамыз. Тура содан бір лапканың көлеміндей осылай жанынан тағы да жүріп өтеміз. Жіптерін қимаймыз, закрепка жасамаймыз, жіптерін ұзынша етіп біраз қалдырамыз. Енді осы жіптің алдыңғы екі бөлігін, артқысын қалдырамыз. Үстіңгі екі жіпті ақырын осылай тарта отырып, осындай складкалар жасаймыз. Яғни фартуктың шетіне жиырылып, әдемі болып тұру үшін. Осылай ақырын тарта отырып, бір келкі етеміз. Енді осы бір келкі жасап алған соң, екі жағын жіптерін түйіншектеп, сөгіліп кетпейтіндей етеміз. Одан кейін осы фартуктың шет жағына бір келкі булавкаларымен бір келкі түйреп қоямыз. Енді осылай шетінен бастап, закрепка жасап, тігіп шығамыз. Яғни сіздің фартугыңыздың оң жағына жаңағы тігіп жатқан рюшамыздың оң жақ бетін қаратамыз. Астыңғы жағын оверлок болса, оверлок жасап жүрсеңіздер болады, немесе артық осындай жіптерін қиып алып тастасаңыз болады. Енді рюшамыз астыға қарап тұру үшін үстіңгі жағынан бір басып өтсеңіз болады. Фартуктың жоғарғы бөлігін екі қайтара осылай тігіп тастаймыз.
Осындай ұзынша келген бөлшектерді 4 см, ұзындығы шамамен 150 см алған болатынбыз. Енді жоғарғы жағына 40 см қалдырып, 40 см-ға дейін осылай тігіп аламыз. Көз мөлшермен де алсаңыз болады. Үстіңгі жағында бір-біріне байлайтындай болса жеткілікті. Осылай ішке екі қайтара бүгіп, сонда жіптері шығып кетпейді. Үстіңгі жағында жаңағыдай бүктеп тігеміз. Одан кейін осылай ары қарай фартукпен бірге осылай тігеміз. Сонда жан жағын осылай обработка жасаймыз. Артқы жақты да осылай бір-біріне байлау үшін жібімізді 35-40 см қалдырсаңыз болады. Рюшамен бірге осылай тігіп жіберейік. Қалған нені осылай ұзынша етіп артығын қиып тастасаңыз болады. Екінші бөлігін рюша жақтан бастап тігеміз. Осылай матамен бірге жалғастырамыз. Үстіңгі жағында байлайтындай жіп қалдырамыз. Осылай ең соңғы жағын ішке қарай қайырып, закрепка жасап, осылай аяқтаймыз. Міне біздің фартукымыз дайын болды. Үстінен бір үтіктеп жіберсеңіз болады. Артық жіптердің барлығын қиямыз. Міне 4-5 жастағы қыз балаға арналған фартук. Қалта жасасаңыз да болады. Қалтасыз да осылай өте әдемі шықты.